200 dedim. Mынау кірген адамдар. Мынау. Оның былай. Әжеге шыға береді қазір. Интересное сообщение. бір адам 4 адам. Кеттік сәттілік дейді. Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Қазір 1-87 адам болып кетті, жа төртеу. Мен кішкене енді қобалжуым мүмкін, өмірімде екінші рет осындай тікелей эфирге шығып тұрмын да. Сондықтан сіздерден кешірім сұраймын, анау бірдеңелер ақаулар болса. Шүкір аманбыз. Бетке жабыстыра ал дейді. Негізгі сұрақтарды оқиын, көбіңіздікінен үлгере алмай жатсам, не болмаса бір сұраққа ұқсас қой деп тапсам, онда бірден қазір жауап берем, барлығына қосам жайлы не ойлайтын ма, барлығына жауап берем. Мен атаға полиция жөнінде ұмытпаңызшы, халық тұрып жатқан дейді. Әлбетте. Атырау тыңдап отыр. Үлкен сәлем Атырауға. Кеше Астанадағы оқиға туралы пікіріңіз. Ол жайлы да қазір әңгімелесеміз. Тура 1,5 минуттан кейін бұйырса. Мен әзірге түрте бермеймін. Иманғали аға. Ассалаумағалейкум. Бастай береміз ау деймін. Бісмілләхи. Ассалаумағалейкум. Барлықтарыңызға көп рахмет. Осылай қолдап, қолпаштап, ой бөлісуге қосылып отырғандарыңызға. Қанша уақыт болады прямо эфир? 1 сағат деп жобалап отырмыз, жоспарлап. Мен сіздерге байланысты, егер шынымен ой аяқталмай жатса, мүмкін одан да созатын шығармыз. Егер оның артық 1 сағатқа тіпті жетпейді тоқтатуға керек болса, онда олай да Құдайға шүкір уақыт өзіміздікі. Олай болса бастайық енді. Барлықтарыңызды кешегі енді негізгі күнтізбенің қызыл күні болғаннан кейін мейрамдарыңызбен құттықтаймын. Әрине ол мейрамда түрлі оқиғалар болды біздің Қазақстанның түкпір-түкпірінде. Басында да айтылып жатыр еді. Негізгі бүгінгі біздің тақырып болғанда жалпы сіздермен ой бөліскім келгені осы сайлау төңірегінде болмақ, алда келе жатқан. Кезектен тыс өткізіліп жатқан сайлау, баршамызға аян, баршамызға белгілі. Бұл жерде биліктің бір ай уақыт беріп отырғаны өте өкінішті. Сонан кейін көбіне кандидаттар біресе көбі өздері не үшін сайлауға түсіп жатқандарын өздері білмейтін адамдар, көбі шынымен білетін адамдар жай әншейін түсіп жатқан, ертең ары қарай бірдеңесі болады деген. Соның ішінде енді жасыратын ештеңесі жоқ. Біз өзіміз қаншадан тіледік, жан-жақтан айттық, өтіндік, осылай болу керек, осылай болу керек. Осы қозғалыстан біреу болу керек. Ол бірден-бір әуел баста біз Дос Көшім ағамыз қазақтың жанын түсінетін, жүрегін түсінетін адам ғой дегенде, Дос ағамыз баршамыздың ойымызды құптап айтты. Егер шынымен ел басқаратын қауқары бар, қабілеті бар
адам керек десек, ол осы Әміржан Қосановты сынайық деді. Енді Әміржан Қосановты мен біраздан бері танимын, ол кісіні білем. Қатты болмаса да қарым қатынасымыз бар, Құдайға шүкір. Мен бірден келісе кеттім. Сосын Әміржан ағаның өзімен де жолығып, осылай біздің ол кісіні қолдайтынымызды, көңіліміз, ойымыз бір екенін айтып, жанынан табылуға тырыстық. Қазір бұйыртса әупісмілласы басталып, Әміржан аға тіркеліп, міне қол жинау басталды. Сол қол жинаудың алдында бір жағы өзімде осы сіздер бар, барлығымыз қосылып, енді осы кезеңде қазір түрлі қиын жағдайлар болады. Құйтырқы ол саясаттың өзінің ойыны. Мысалы 118 мың адамның қолы керек десе, 118 мың адамның ішіне жаңағы өздерінің бір адамдарын қою мүмкінді. Бір адам ба, 10 адам ба ертең шу шығаратындай, ойбай біз қол қойған жоқпыз, бұлар біздің атымыздан өтірік қол қойып алған, үйткен деген әңгіме шығару үшін. Сондықтан бізге енді неғұрлым көбірек қол жинау керек, сол жағынан өзімізді сақтандыру үшін, сол жаққа кішкене сондай жағдай болып қалса, орын толтыратындай. Ол қол жинауға Алла қаласа өзімде баратын шығар, мен әуелі енді қай облысқа жіберетін, оны ол кісілердің өздері шешеді. Бұл жерде айтайын дегенім, ең біріншіден түрлі әңгімелер, алып қашпа әңгімелер көп. Ойбай, ананың адамы, мынаның адамы. Бірақ нәрсе, қадірменді ағайын айтатын, менің өзімнің пікірім жеке, онымен сіздер келіспеулеріңізге толық қақыларыңыз бар. Бірақ осы сайлау, бұл біздің ең соңғы мүмкіндігіміз, осы 30 жылдың ішінде келіп отырған. Оның бірден бір соңғы мүмкіндік деп айтатым, егер қазір міне осы енді келе жатқан екінші толқыны, осы нұрлы биліктің қайтадан атқа қонып, қайтадан өзінің айналасын қорғаштап, қоршап, өздеріне ыңғайлы заңдар шығарып алатын болса, біз кемінде тағы да 30 жыл дәл осылай өмір сүреміз. Енді оған өз басым қатты келісе қоймаймын. Енді сұрақтармен әңгімелесе отырайық, соның төңірегінде осының бәрін айтып отырармыз. Жаңағы өзім бірден көзіме түскен сұрақ, Иманғали Тасмағамбет неге сайлауға түспейді деген. Оны енді ол кісінің өзі біледі, неге түспегенін. Жасыратын жоқ, мен шыны керек, осы соңғы 10 жылдың ішінде сол Иманғали ағамыз бір дейтін шығар, ел болайық деп бір үндеу тастайтын шығар деген үміттенген қазақтардың біреуімемін. Оны өздеріңіз айтыстан барлығынан көріпсіз. Енді ол кісі сайлауға қатыспағаны, ол өзінің таза еркі ау деймін. Мүмкін биліктің еркі шығар. Сондықтан ешқандай ол жайлы мен мағлұмат бере алмаймын, неге түспеген жайында. Бірақ түссе екен деп тілеген адамдардың қатарында бармын. Ал үкімет қалайша жол беріп отыр, Әміржан Қосанов кандидат болуына, егер ол расымен де халықтың адамы болса дейді. Бұл жерде өте қызық жағдай бар. Әміржан аға өзі сайлауға түсердің алдында жан-жағын қатты дайындалды, осы кедергілер болатынын білді. Сондықтан біз іштей тілектес болып тақымғысып отырдық. Күнде аға тіркеді ма, аға осылай болды ма, былай болды ма деп. Міне емтиханнан өтетініне ешқандай таласымыз болған жоқ. Сондықтан билік қазір Әміржан Қосановқа қалай рұқсат беріп қойды деген сұрағыңыз, бұл қол жинап болғаннан кейін қоюға негіз бар сұрақ шығар. Әлі біздің ойымызда қорқыныш бар. Бірақ биліктің ақыры қазіргі транзиттік президент рұқсат уәдесін берді, сөзін берді. Ойбай, мен сайлауды әділетті өткіземін, бізде барлығы ашық болады деді. Үміттенемін. Ер азаматқа қанша дегенмен екі сөйлемейтін шығар. Қашамаға екі сөйлейді. 28 жыл болды осы үкіметтің екі емес бірнеше сөйлеп келе жатқан. Енді бір сайлау әділетті өтетін шығар. Енді әділетті өтпесе, мүмкін сайлаудың шешімінен кейін қоғамның өзі қозғалып кетуі мүмкін шығар. Бірақ бір жерден, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығару ол біздің міндетіміз. Қазір осы ұлт тағдырының айналасында жиналған адамдар, енді мен танитын адамдар, көбісі, танымайтындарым да бар, бірақ барлығына өзімнің көзқарасым, бұл еркін ойлануға шамасы қалған адамдар ғана. Оның ішінде Дос Көшім ағамыз бастаған, Айдостарым ағамыз бар, Расул Жұмалы бар, барлығы әйтеуір еркін ойлануға қауқары бар, әйтеуір ешкімге жалтақтамайтын, өзінің пікірін білдіре алатын адамдар болғандықтан бір жерге топтасып жатыр. Себебі біздің ол айналада жүрген адамдардың бір ақшасы жоқ, сеніп отырған жалғыз осы сайлаушылар ғана
сіздердің болашақтарыңызға бейғам қарамайтындарыңызға ғана үміт артып отырмыз. Әрине әркімнің таңдауы өз еркінде. Бұл жерде жаңағы үгіт насихат емес, басқа емес. Мен Қасым-Жомарт Тоқаевқа да дауыс беретін адамдарды түсінемін. Басқа да кез келген кандидаттардың бәріне дауыс берген адамдарды түсінуге тырысамын. Себебі әркімнің өзінің шындығы бар. Ақиқат біреу. Менің өз басым бұған Әміржан Қосановты қолдап отырғаным себебі мен сенемін. Өзім көзбен көріп, көңілмен білгеннен кейін, әйтеуір осы 6 кандидаттың ішінде қазіргі қалған билікке жұмыс істемей, әйтеуір өзінің бір ойы бар. Осы режимді қайткенде тоқтату керек, бұл режимді ауыстыру керек деген ойы бар адам болғандықтан мен қасындамын. Сонан кейін ұлттың тағдырына бейғам қарамайтын, ертең болашақ не болады деп ойланатын адамдар болғандықтан қасындамын. Өзім неге сайлауға түспедім дейді. Өзім сайлауға түспеген себебім біріншіден мен әлі жасым келген жоқ, екіншіден өзімді бір елді басқара кететін адаммын деп санамаймын. Мүмкін бір мемлекеттік Ринат жоғарыдағы сұраққа жауап бермедім дейді. Қазір жауап беремін, үлгермей жатырмын, кешіріңіздер. Бір халықаралық дәрежеде сұрақтар шеше алатын, 10-15 жылда ондай дәрежеге келе алсам, мүмкін сол кезде айтатын шығармын, ағай, мен де басқара аламын болды. ДВК жайлы бір ауыз пікір айтып жіберші дейді. ДВК деген қозғалыс 2000 жылдардың басында құрылған қозғалыс болатын, мен білетін. Қазір ол қозғалыс бар деп есептемеймін, сондықтан айып етпеңіздер. Енді Мұхтар Әблязов жайлы ойым өткендегі эфирде болған, сол ойымда қалам, мен ешқандай не жоқ. Бірақ егер қазір кез келген адам осы сайлауда жоқ, біз сіздермен бірігейік, бізде осы жүйеге қарсымыз, бізде осы жүйені өзгертсек болды, ары қарай бірдеңесі болар дейтін адам болса, онда мархабат, әрқайсысына бұл жерде жаңағы ортақ бір-біріне деген жаңағы болмайтын кикілжің, дау-дамай, жаңағы біздің Серік Жамалеш ағамызбен жаңағы Абзал Құспанның арасындағы секілді бір әңгімелер болатын болса, ол қазір кезеңде қойыла тұру керек әңгіме секілді өзімше. Өйткені ең бастысы қазір біз ұлттың тағдырын, мемлекеттің тағдырын шешілетін кезеңде тұрғандықтан, қазір барлық назарды осында салып, қазір тырнақ астынан кір іздеп отырған билікке ешқандай мүмкіншілік бермеуге тырысу керек те. Кеше сұрақ қойып жатыр, неге митингіде Әміржан Қосанов жоқ деп. Жоқ болған өте дұрыс болды. Қазір онсыз да өзі шикілік таба алмай отыр, сол жақтан осын қайтып құрып жіберсек екен, осын қайтып жолатпай тастасақ екен деп. Сондықтан қазір өте сақ болу керек. Қосанов қай жақтың тумасы екенін айта кетесіз ба, биографиясын дейді. Негізі қателеспесем, Аралыз, бізден бір қызық жағдай, біз аса бәріміз енді ұлтшыл болғандықтан шығар, бір-біріміздің ойымыз, пікіріміз бір жерден шықса, аса ру сұрасып, жер сұрасып, ондай. Ринат, менің сұрағыма көңіл бөлсең, Серікжан Біляшұлы мен Айбек Қалиев жайында айта кететін жағдай. Мен енді бір нәрсені айтайын. Бізде айтыскер ақындар әртүрлі. Заитов, Нурбот и Жополиз дейді, Анжелина Джоли дейді. Вы можете мне это в лицо сказать? Адрес кину, если вам надо. Сондықтан дәл осы мен Серікжан Біляшұлымен жолығардың алдында талай адамдар сондай пікір айтты, осылай деді. Оның мен бір-ақ жауабым болды, анық-қанығына көзімді жеткізіңіздер, мен сіздермен сол кезде ғана келісемін. Әзірге ешқандай факт әкелген жоқ, ешкім, ешбір адам, соны айтқан адамдардың өздері артынан былай екен ғой деді. Мен көзіммен көрген нәрсені айтайын. Менің көзіммен көргенім сол жиналысқа барғанда. Біреу баласынан айырылған, біреу әке-шешесінен айырылған, біреу туған туысқанын 3 жыл, 5 жылдан іздеп жүрген, зарлап жүрген қазақты ғана көрдім. Соған жанашып шырылдап жүрген жігіттерді ғана көрдім. Ешқандай да ол жерде біреуді арандатушы, не болмаса ойы арам адам көрдім деп мен сіздерге өтірік айта алмаймын. Мен көзіммен көргенім осы. Егер Айбек Қалиев, Серікжан Біляшұлы туралы ондай пікірде болса, екі жағдай болуы мүмкін. Оның шынымен солай ойлауға себебі бар болуы мүмкін. Не болмаса оны жаңағы маған айтқан секілді біреулер келді арандата салды. Ол мынандай адам, мынандай адам деп. Бірақ енді Айбек Қалиев менің ағам, әріптесім болғаннан кейін ол кісіге жағы бір ақыл айтудан аулақпын, дегенмен келешекте кез келген айтыскер ақын айтатын нәрсем, өзінің көзі жетпейінше адамның көзі ғана алдамайды. Көз жетпейінше ондай нәрседен көбіне сақ болу керек. Тоқаев туралы не айтасыз? Президент болғалы тоқтататын мүмкіншілік жоқ, сұрақтарды.
оқып үлгермей жатырмын да. Сербиян Біляштан не хабар, шығатын жағдайы бар ма дейді. Өткенде бір жігіттерді көріп қалдым Астанада, сол кезде айтты, қазір белгісіз болып жатыр деп. Енді менің өзімнің ойым, сайлауға дейін ол кісіні ешқайда жібермейтін шығар, өйткені сайлау біткенше үкіметке аса шудың қажеті жоқ. Ол тәжірибеде болған нәрсе. Сондықтан Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев жайлы не ойлайсыз? Ештеңе ойламаймын мен нақты білем, ол кісі қаншама жыл биліктің сойылын соққан адам. Ол кісі жаңағы сіздер айтып отырған Қазақстан демократиялық таңдауында кезінде тамырына балта шабуға себепкер болған адам. Ол кезде жаңағы Қазақстан демократиялық таңдауының қатарында қанша қазақтың жігіттері болды, мықты. Сондықтан әрине айтуға болады, жоқ, ол кісі бұрынғы президент емес қой, бұл кісі келгенде де өзгеріс. Бірақ бір нәрсе, адам 60-тан асқаннан кейін, Дос Көшім ағамыздың өзі айтты, ол бәрібір 50-дегі ел ағасындай қимылдай да алмайды, ойлана да алмайды. Ол табиғат өзінікін алады, жылдар өзінікін алады. Әміржан ағаны қалай қолдай аламыз? Оны болашақта әлі Инстаграмда, бәрінде, мен осы YouTube желісінде де сіздермен қарым-қатынас үзбеуге тырысам, жиі хабарласып тұруға тырысам. Қол жинауға мен де шықсам бола ма? Әбден болады. Жаңағы ұлт тағдырының өзінің порталы бар, барлығы бар, сол жақтан хабарын білуге болады. Ердоған жайлы не ойлайсыз? Режеп Тайып Ердоған деген менің түсінігімдегі түріктің бағына жаралған президенті. Ол себебі ең әуелі өзінің ұлтының бағын ойлайды, өзінің мемлекетінің айналасындағы адамдардың, бір адамның болсын бір көз жасын сүртуге жарайтын президент болғандықтан өзіме қатты ұнайды. Бекболат Назарбаев, маған қатысы жоқ екен осы. Назарбаевтың қайта түскеніне қалай қарайсыз дейді. Ешқалай қарамайын, қайта түспейтін шығар деген үміттемін. Балысбек Әбіләзов, оқып үлгермей жатырмын кездесіне. Тоқтатуға болмайды иә. Онда асықпай жауап берейінші. Ринат, қосамқа қалай қол қоямыз? Оны қол жинайтын адамдар арнайы өзіміз хабарын береміз барлығы. Мұхтар Әбіләзов қумаса басқасы қуа алмайтын сияқты ғой, Назарбаевтың кланын дейді. Андағыңыз енді жаңсақ пікір таза. Себебі шетелге қашып кетуге адамның бәрі шетелде тұрып билікке қарсымын деп айтуға міндетті емес. Осы отанда тұрып та өзінің ойын Құдайға шүкір еркін ашық білдіре алатын адамдар бар. Тек солардың басы осы сайлауға дейін бірікпей жүрді. Қазір басы бір жерге топтасты, демек бұдан міндетті түрде нәтиже шығады. Әбіләзов туралы не айтасыз? Аға неге оқып ойсың дейді. Қырғызша сұрақ келді ғой, оқиыншы мен міндетті түрде осыны. Ринат мырза, сіздің халыққа деген, ұлтқа деген ауылға да барамыз міндетті түрде. Сіз кімге дауыс бересіз? Мен айтып отырмын ғой, мен өз дауысымды, екі дауысым болса екеуін де беретін едім. Өкінішке орай бір-ақ дауысым бар. Мен Әміржан Қосановқа беремін, ол ешқандай дауыссыз нәрсе. Ринат неге кеше митингке шықпадың дейді. Бір нәрсені түсініп алайықшы ағайындар. Митингпен не шешеміз? Сіздер көріп отырсыздар ғой биліктің не айтатынын. Бұл митингке рұқсат етілмеген дейді, сосын тарқатады, сосын бір-бірден қамайды, сосын қояды, сонымен болды. Ешқандай нәтиже жоқ. Осы уақытқа дейін болған митингтерден бір нәтиже болды ма? Зарлап аналар Астанада қаншама шырылдап, суықта да келіп, аязда шыңғырып тұрғанда, олардың жан айқайын естімеген үкімет енді қандай митингтің жан айқайын есту керек? Сіздер өздеріңіз ойланып қараңыздаршы. Ал бос алаңға шығып алып айғайлай бергеннен бірдеңе шығады деген, ол өзім ондай пікірден аулақпын. Билік қашан ауысады? Билік сайлаудан кейін ауысатын шығар деген үміттенемін өзім. Қырғыздарға деген тағы да жіберіп алдым. Қырғыздарға көзқарасыңыз. Қырғыздарға көзқарасым өте жақсы. Мен өз басым бір жағы енді сіздерге сырым ретінде айтайын. Баяғы түрік дәуіріндегідей осы басымыз қосылып, айналамыздағы көк көзі орыстан немесе Қытайдан қорықпайтындай дәрежеде болса екен. Ал ал екеуміздің айтысым сол айтыста міндетті түрде біз мысалы бір облыс жамандайтын айтыстар болады. Жамандамайды ғой енді, тарихи өкпесін айтады, шындығын айтады, назын айтады. Сондықтан сол қанша осы уақытқа дейін ұсыныс жасап жүрмін, мен де Қырғызстанға бір айтысқа шақырыңыздаршы деп.
ешқандай қырғыз ұлтына деген жаман көзқарасым жоқ. Әркімнің өзінің ұлты бар, әркім өз ұлтын сүюге міндетті, хақылы, және ол ұлтты қорғаса, ол үшін дұрыс. Дәл солай. Менің бар, өз айтыста да айттым, мен қырғыз болғым келмейді, алы қазақ болғысы келмейді. Сондықтан бұның арасында ешқандай таңғалатын жағдай жоқ. Ал айтыс болғанда айтыс болу керек. Егер олай айтыс болмаса, ол қызықсыз болады. Қазақтың көзін ашты дейді Әблязов дейді. Оныңызбен келіспеймін, менің көзім Әблязовке дейін ашық болатын. Ал мен өзімді қазақтың біреумін деп есептеймін. Мынау тез жүріп жатыр байка. Мынадан қарап отырайыншы, кешіріңіздер. Қосановты алып тастау мүмкін бе сайлаудан? Бәрі мүмкін, бірақ үйтіп ондай басбұзарлыққа бармайтын шығар осы жолы билік деп ойлаймын. Бірақ біздің биліктің қолынан не шықпай жатыр. Біз енді көп балалы аналарды қамап жатқаннан кейін одан бәрін күтуге болады. Мұрат Арман, Сүйіндік жайлы не айтасыз? Сүйіндікұлы жайлы не айтасыз дейді. Кешіріңіз, ол кісі жайлы мүлдем сізден естіп отырмын жаңа. Әблязов қазақтың көзін бұны қалай түсіндіресің? Әблязов жатыр, бұны қалай түсіндіресің? Мен соны айтып отырмын ғой, мен жеке өзім білмеймін, мүмкін солай ойланатын қазақтар бар шығар. Менің көзімді Әблязов ашты, менің көзімді Нұр Отан ашты деп. Бірақ білмеймін, менің туғалы көзімді ашқан атанам, ауылым, ағайын туысқаным тәрбиелеген. Сосын ата-бабамның жазып кеткен кітаптары болды. Елдос Тоқаевтың президент болатыны баяғыдан шешіліп қойған нәрсе. Жақын арада балықтай басынан шіріген біздің билік алдағы уақытта өзгермейді. Назарбаев түрі тұрған да дейді. Бұл енді үмітсіз адамдардың сөзі. Солай ойланатын да адамдар бар. Олай ойланудың себебін де түсінемін. Себебі осы уақытқа дейін бір әділетті сайлау өткізген жоқ біздің үкімет. Сондықтан енді адамдардың бәрі әбден таяқ жеп үйреніп кеткен адам құсап ұрып жатса да жарайды, бәрібір өздері сайланады. Бірақ қазір бейғам қарайтын уақыт емес. Сонда да соға берсе шайтан өледі. Сонда да біз сайлауға, олар өздерінің ручкасын әкелеміз дей ма? Өзіміздің ручкамен барайық. Олар сайлауға келіп біздің үйіміздегі бүкіл құжаттарымыз жазып, біздің атымыздан дауыс бергісі келе ма? Жоқ, ешқандай. Тіпті болмаса барып өзіміздің дауыс берген бюллетенімізді телефонға түсіріп алып, бір ортақ жерге жинап қарайық, солай санайық, өзіміз де санайық. Біз хақлымыз, біз осы мемлекеттің бастығы, біз ағайындар. Ал президенттен бастап олар жалдамалы менеджерлер, әрбіреу бір жерге отырғызылып қойған, халық айлық төлеп отырған, және одан қорқудың ешқандай негізі жоқ та, қажеті жоқ та ешкімнің. Олар бізге қызмет етуге міндетті адамдар. Нәтиже жоқ дегенің ұят енді митингтен. Сол нәтижені айтыңыздаршы маған. Нендей нәтиже? Нендей нәтиже шықты? Не өзгерді? Айтыңыздаршы маған. Мүмкін мен де қателесетін шығармын, ол дауласқаным емес. Мүмкін қателесетін шығармын. Бірақ Ринат, митингтен осындай нәрсе өзгерді деп айтыңыздаршы. Ассалаумағалейкум. Жалпы Тоқаевтың президент болуына қалай қарайсыз? Мен теріс қараймын, мен қарсымын. Мен жалпы Нұр Отанның билікте отыруына қарсымын. Себебі шыны керек шаршадым. Өтіріктен шаршадым. Ертең күнде таңертең тұрып алып, бала шағамның оқу қымбатта кеткен жоқ па? Қалай оқиды екен? Кредитті қалай төлейміз? Ойбай, мынау жұмыс не болады екен? Кімге барып жағымсынсам екен? Кімге барып пара берсем екен? Қалай не істесем екен? Ертең Қытай басып кетсе қалай істеймін? Нанды қайдан табам деп өмір сүруден шаршадым мен ағайындар, шыны керек. Оны бүкіл қазақ солай өмір сүріп жатыр. Сондықтан мен Тоқаевтың президент болуына ғана емес, мен жалпы Нұр Отанның билікте болуына қарсымын. Ринат, телефон нөміріңіз бересің, әңгіме бар дейді. Алла қаласа. Атыраулық ағайындар Әміржанды ойлайды. Сен тоқал алам десең, бәйбішең рұқсат бермейді. Бұл да солай ғой дейді. Көкжал мырза, сіз атыңызды өзгертесіз ау деймін. Себебі мен тоқал үшін күреспеуім мүмкін, бірақ ұлтым үшін мен аяғына дейін күресемін. Сайлауда кімге дауыс бересің? Жауап бердім. Бекболат Тілеухан сайрай бере ме? Бітірген пайдаланыңыз. Бекболат Тілеухан жайлы сұрақты Бекболат ағаның өзіне қоясыздар ғой деймін ағайындар. Сондықтан мен енді ол кісі жайлы пікірімді үнемі айтып жүремін, өзім ойымды айтыста да басқа жерде де. Ринат, Әміржанның нақты қарсыласы кім? Әміржан Қосановтың нақты қарсыласы Нұр Отан. Және ол Нұр Отан Әміржан Қосановтың қарсыласы емес, ол бүкіл еркін осы режимнен құтылсақ деп отырған бәріміздің қарсыласымыз. Жасырал Қуанышалин ағамыз, Дос Көшім ағамыз биліктің адамы дегенге не дейсіз?
Дос көшім биліктің адамы болса, осы уақытқа дейін ең болмаса бір жерде жұмыс істеу керек еді ғой. Осы уақытқа дейін онша рет қамалмау керек еді ғой ол кісі. Ол кісі қазақтың жерін сатып жатқанда бәрі үндемей басын шұлғып отырғанда үйтіп сайрамайтын еді ғой. Басын бәйгеге тігіп. Қазақ қазаққа жанашмаса бізге кімнің жанашиды? Әлбетте, мен де сізді қатты қолдаймын. Қазаққа қазақтың жанашмаса қазір ешкімнің жанашмайды. Әмір жаңа үкімет сайлау туралы әділ өтуге көзіңіз жете ме? Әділ өтуі керек, әділ өтуге тиіс, біз соны талап етуіміз керек, ағайындар. Жоқ, сайлау әділетті өтпейді деп отыра берсек, ол міндетті түрде әділетті өтпейді ол сайлау. Осындай көп аудитория жинаймын деп ойладым ғой? Жоқ, ешқашан ойлаған жоқпын мен бұндай көп аудитория жинаймын деп. Бірақ мүмкін бұл Алланың маған берген бағы шығар. Осыншама қолдаушы, барған жерімде қай ауылға барсам да, Құдайға шүкір, баяғы Мұқағали Мақатаев айтпақшы, дұшпаның бар ма дейсің, қайдан білем, әйтеуір жүрген жерім сайран келем. Қазақтың қай үйіне бармасам да алдымнан ақ дастархан жайған келем демекші. Қазақтың қай үйіне барсам да Құдайға шүкір өз баласындай күтіп алады. Бұл біріншіден маған Алланың берген бағы болса, бұл бақты мен жеке басымның пайдасына саудалауға хақым жоқ. Оны тек қана ұлттың мүддесіне пайдалануға мен міндеттімін деп есептеймін өзім. Міне осы уақытқа дейін мен сіздерге ешқашан бірдеңе істейік, былай істейік деп ешқашан бүйтіп өтініш айтып, не болмаса сіздерді бір жерге шақырып көрген жоқпын. Ал дәл бүгін шақырып отырмын. Себебі қазір дәл осы сайлау әділетті өту үшін, сіздер қойып жатқан сұрақтарға жауап табылу үшін біздің басымыз бірігу керек. Біздің басымыздың бірігу деген жаңағы айғай шу емес, таза осындай жолмен өзіміздің талабымызды орындатуымыз керек. Қазір билік әлсіреді, оны өздері де мойындап отыр, өздері де қорқып отыр. Себебі қазір бір бастық ауысқаннан кейін биліктің ішінде де өздері жаңағы Қасым-Жомарт Тоқаевтың билікке келгенін қаламайтын адамдар бар, мен күмәнім жоқ оған. Өйткені ол кландық соғыс, өздері сондай тәрбиелеп алды ол билікті. Ринат інім, митингке шықпасаң шықпа, бірақ халықтың алдына тосқауыл болма дейді. Ешкімнің алдына тосқауыл болып отырған жоқ. Мен тек қана ескертіп отырмын. Не болатын нәтижесін. Жаңа сайлаудан кейін Алла нәсіп етіп қазақстандықтардың өмірі жақсарса екен. Мен де соны тілеймін. Егер билік өзгермесе ше дейді. Егер билік өзгермесе, егер шынымен сайлау әділетті өтіп билік өзгермесе, ол да сіздердің таңдауларыңыз. Демек, сіздер соны таңдадыңыздар. Демек, әрбір қазіргі менің айтып отырғаным қарапайым жаңағы ауылдағы бала шағасының қамын ойлап отырған, жұмыссыз, үйсіз, күйсіз жүрген қаладағы қарағалың халық болып алған, бүйтіп өз-өздерін кімнен не таяқ жеп қалмаса екен деп жалтақтап жүрген қазақтарды айтып отырған жоқпын мен. Бірігу керек, таңдасын өзінің болашағын деп. Олар онсыз да таңдап отыр олар. Бірақ оларды ешкім адам ретінде санап отырған жоқ. Мен әрбір ертең осы сайлауға барған кезде бастығынан жалтақтап, ойбай мен жұмыстан шығарып тастайды деп барып, қолы дір-дір етіп, беті бүлк етпей, бер деген адамына дауыс беретін мемлекеттік қызметкерлерге айтып отыр. Ертең а десе, ананы қама десе жүгіріп баратын әрбір полиция қызметкерін айтып отырмын. Бұл оның да баласының болашағы, оның да немересінің болашағы. Ит болып өмір сүру, қасқыр болып өмір сүру әркімнің өзінің еркінде, ағайын. Сондықтан сайлау әділетті өтпесе қалай болады деген. Егер сайлау әділетті өтпесе, халық өзінің дауысын сол кезде шығарады. Біз 21 мың теңге үшін митингке шықты ғой. Ал сайлау егер әділетті өтпейтін болса, оған халық төзе қояды дегенге мен сенбеймін. Өйткені халық онсыз да шаршап отыр. Сондықтан билік ондайға бара қоймайтын шығар, ондай тәуекелге. Себебі қазір халықтың ашу өте. Ал сайлау әділетті өтсе, мен өз басым сенемін. Әміржан Қосанов өтеді деп. Өтпесе, ол да сіздердің таңдауларыңыз болады. Егер әділетті өтпей қалса. Тағы да бір сұрақтар оқимын. Неге сайлауға түспедіңізге жауап бердім. Ринат аға, 5 уақыт намаз оқисыз ба дейді. Көрге түскенде мүңкір-нәңкір қоятын сұрақты қоймауларыңызды сұраймын, қадірменді ағайындар. Сайлаудан кейін депутаттардың бәрін құртама дейді. Енді бағдарламасымен келешекте таныстырыстар, бірақ міндетті түрде ол. Себебі қазір біздің парламент сайлауы ол ешқандай халықтың қалауымен сол жерге халық қалаулысы деп қалай атайтындарын да түсінбейміз. Ешқайсысы халықтың қалауымен өтпеген ана жерде отырған депутаттардың. Ешқайсысы. Біреуі. Және бір әділетті сайлау болса, соның ішінде бір 5-еуі өтсе, Құдайға шүкір дейтін шығар.
жаңағы отырған сенатта да, мәжілісте де, барлығында. Ринат, Нұрболхан Сұлтанқызын эфирден құртуға бола ма дейді. Нұрболхан мен Сұлтанқызын, Гүлбаршын ханым, қазір біздің жаңағы телевизордағы жартылай жалаңаштар бар, басқасы бар, соны осы бір айға қоя тұрайықшы ағайындар. Осы алаңдату үшін билік әдейі істейді. Қазір мен бір жауап берсем, соны бүкіл Нұр.kz дегендер бастаған биліктің порталдары бар, содан ырду-дырдығы болады, баяғы Димаш екеуміздің әңгімеміз ұқсатып. Сонымен сіздердің назарларыңыз сол жаққа аударады. Сосын мен бір ұлтым үшін емес, бір айналадағы бір телевизордағы еркегі бар, қатыны бар, солармен ұрысып жүрген адам ұқсап қаламын. Сондықтан ол жайлы сұраққа мен бүгін жауап та бермеймін, ешқандай. Қоя тұрайықшы, осы бір айдан кейін мен сіздерге уәде беремін, өзім тікелей эфирге шығамын, сол өнер туралы сөйлесейік, егер қаласаңыздар. Бұл кісі саясатшы ма, әлде ақын ба өзі дейді. Мен Қазақстан Республикасының азаматымын, мен адаммын, ешқандай да саясаткер де емеспін. Керемет ақынмын деп те есептемеймін өзімді. Мен осы республиканың азаматымын. Демек, Қазақстан Республикасының азаматы ретінде өзімнің пікірімді айтуға хақым бар. Қорықпай айт дейтін. Қазақтар Мұхтардың алдауына көніп телефонмен басқарып отыр ғой. Аңқау қазақтар ай, елбасын жамандау әр мемлекетте бар, ондай адамдар солардың сөзін қайталап отыр дейді. Енді ол да бір кісінің 200-дүсің дейді. Гүлбану әбеке. Гүлбану ханым, сіз телефоныңызды бересіз бе? Мен сізбен жолығайыншы осы сөзіңіз үшін. Сіз мені кім деп айтсаңыз, оны ол деп айтуыңызға болады, бірақ бүкіл халықтың алдында айтайын, мен ешкім 200 деп айтуға негізі жоқ. Басқа кім деп айтсаңыздар, ол деп айтыңыздар. Бірақ 200-ді өтірікші деп айтпаңыздар. Себебі мен осы 18 жыл сахнада жүргенде көрерменге, тыңдарманға ешқашан өтірік айтқан емеспін. Айтпаймын да. Басып отырсаң үлгересің. Мен сол басатын жерді таппай жатырмын. Егер Тоқаев жеңіске жетсе, не істейміз дейді. Ары қарай жұмыс істейміз. Аға повторға қойын, ондай жаңа. Ринат, Назарбаев пландап қойған бәрін, біздікі жай арман ғана дейді. Егер біз бәріміз осылай, ол пландап қойған деп қауқарсыз болып отыра беретін болсақ, әрине, баяғыда бала кезде ертегі бар еді ғой, екі бақа сүттің ішіне түсіп кетеді, бір бақа осы жерде батып өлдім, жарайды дейді. Екіншісі, жоқ мен өлмеймін деп тырбаң етіп сүт шайқап май қылады, сол майға аяғын тіреп құмырадан секіріп шығады. Дәл солай. Сіздер қазір жоқ, бұл Нұр Отан пландап қойған, бұл осылай бола береді десеңіздер, әрине олар пландап отыр. Әрине планда отыр. Олардың планында жоқпыз, біздің бүйтіп ойлануымыз, біздің дауыс шығаруымыз олардың планында жоқ. Бірақ егер біз соны көрсетсек, олар басқаша ойланады. Ринат, экранды басып отырсаң бәрін, экранды осылай оқи берейінші. Нұр Отанның күші көп, Әміржан ағамыз шанс бар ма президент болуға? Ол сіздерге байланысты. Нұр Отанда ресурс көп, Нұр Отанға бүкіл әкімшілік жұмыс істейді, Нұр Отанға бүкіл мектеп директорлар жұмыс істейді, мұғалімдер жұмыс істейді, милициялар жұмыс істейді, жалпы бюджет қызметкерлердің бәрі жұмыс істейді. Амалсыздан жұмыс істейді, қорыққаннан жұмыс істейді бәрі. Себебі сондай әкеп қойды сол жерге. Ал Қосановтың сеніп отырған өзі де айтты, мен тек қана қарапайым халыққа сенемін. Сіз түсініп отырған кандидат жинаған дауысын Тоқаевқа бере салмаймыз. Сіз түсініп отырған кандидат жинаған. Мен ұсыныс айтып отырған, егер Әміржан Қосанов дауысын Тоқаевқа бере салатын жағдай болатын болса, қадірменді ағайындар, онда мен біріншіден өзім жалғыз Әміржан Қосановпен мүмкін дебат өткізетін шығармын, болмаса басқа болатын шығар. Бірақ өзім жалғыз шығып, сол кезде сіздерге айтармын, ағайын, мен алдандым, міне бірге деп. Бірге, сіздермен бірге алдандым. Бірақ мен Әміржан Қосановты өте жақсы білемін. Әміржан Қосановты білемін, дос көшімді жақсы білемін. Олардың ондай ойы жоқ екенін де, тіпті ол жайлы ойлап отырған жоқ екенін де білемін. Егер маған өтірік айтса, онда өздері біледі. Ринат аға, сіз билік өзгерсе депутат боласыз ба? Оны халық шешеді. Егер қаласа, Ринат барып біздің бір ауыз сөзіміз сол жерде айтсын десе. Әйтпесе маған ол мандаттың қажеті жоқ, мен халықтың сөзін сөйлеу үшін жарты сағат сахнада уақыт беріп тұрса болды. Ринат, ашық тілде сөйлегендерді құртты емес пе? Митинг болу керек, болмаса ештеңе өзгермейді, халық көтерілмесін, халық көтерілсе қиын болады деп аталарымыз айтып кеткен.
керісінше сөйлейтіндер ашық түрде сөйлегендерді құртып тастады деу жаңсақ пікір. Себебі біздің қазақта кез келген уақытта елдің сөзін сөйлейтін, жоқ дегенде бір өзінің отбасының сөзін сөйлейтін адам болған, бола береді де. Ертең бізден кейінгі де бүгін келіп солай бола береді. Бәйгеге басын тігу, ашық сөйлеген адамды қай билік болсын жақтырмайды. Егер ұрлық жасап отырған билік болса, егер халықты алдап отырған билік болса, кім жақтырады ондайды? Бірақ құртып болған жоқ. Ондай үмітсіз болмаңыздар. Ринат, сен Назарбаевтың сөзін сөйлеп атсың. Батыстың кісі Асқар Әміренов деген. Халықты басып жатырсың ғой дейді. Мен халықты басып жатқан жоқпын. Мен жаңа ғана айттым сіздерге. Ешқандай халықты басып жатқан жоқ. Мен тек сіздерге шындығын айтып отырмын. Сіздер митингге шыққанда не болады? Одан ештеңе өзгермейді. Бекбол Тұрашбеков, өзіңіз таныстырсаңыз кім боласыз? Менің аты жөнім Ринат Заитов, 1983 жылы Айгөз ауданында дүниеге келгем. Қазақстан Республикасының азаматымын, уақытша ешбір жерде жұмыс істемеймін. Отбасым, бала шағам бар. Қысқаша таныстырғанда осылай. Анда-санда айтысқа қатысады. Кеше Алматыда бір орыс наркоман қолмен жест жасады. Сталинистік элементтің Тоқаев пен Елбасы жақтасы сонда биліктерге сатанист болғаны ма дейді. Оны да білмеймін, көрген жоқпын, айта алмаймын. Әділ сайлауға сенесіз бе? Сенем. Болу керек, осы жолы болу керек. Дариға болатын сияқты президент Тоқаев сайланса. Мен де солай ойлаймын, әйтпесе босқа не істеп отыр. Сосын жаңағы Дания Еспаева ханымның да сайлауға түсіп отырғаны соның алдындағы дайындық, халықтың көзін үйрету деп ойлаймын өз басым. Сіз осы айтылған сөздерден қорықпайсыз ба дейді. Неден қорқамын мен? Неден қорқамын? Менен не тартып алады, не істейді? Тартып алатын жұмысым да жоқ. Себебі қазір бір жерге жұмысқа кірсең, міндетті түрде Нұр Отанға кіру керексің. Енді үйім тартып алады десем, келіп тартып алсын. 2 бөлмелі үйім бар, 5 балам тұрып жатқан. Оның өз кредитте, сондықтан мен қорқатын ештеңе жоқ. Ал жеке өз басым өміріне келетін болсақ, білмеймін, адам мәнсіз 100 жыл өмір сүргенше осы елдің игілігіне жарайтын 2 ауыз сөз айтып өтсең де, сол шығар өмірдің мәні. Ринат, өзің неге сайланбайсың, саған дауыс берейік дейді. Мен айттым, жаңа неге сайлауға түспейдім. Сондықтан Қосанов әзірше нормальный кандидат, келсем. Қосанов келсе, билікке жемқорлар бірден құртала ма дейді. Жемқорлықты құртудың аса қиын жолы жоқ, ағайындар. Жемқорлықтың тек жазасын күшейту керек, болды. Себебі ұрығар адам әрқашан қорқақ болады, ол бір жазадан қорыққаннан кейін бәрі қояды. Мынау бір секунд. Қасым Қайсенов, Сайқал 200-ді дейді. Егер сіз мені айтып отырсаңыз, жаңа кісіге айтатын жауабым сізге де сол. Сосын сіз 200-ді болмасаңыз, өзіңіздің атыңызды жазып қойыңыз. Қасым Қайсенов деген біздің қазақтың батыры. Болашақта оппозициядан партия ашу ойда бар ма? Жоқ, мен ондай нәрсеге құмар емеспін. Партия ашуға, болмаса билікке ұмтылуға. Менің салам өзіме қатты ұнайды. Ұлттық өнердің саласы. Егер билік ауысса да, мен сол салада жұмыс істегім келеді. Өзіміздің өнердің саласын. Себебі білетін салам. Дөңгелек үстел өткізу керек, сіздерге митингке қарсы болсаңыз, ашық шығу керек, шындық айтып. Болатын шығар дөңгелек үстел. Оны мен де ойлап жүрмін сол. Барлығымыздың басымыз қосылып, халық көрсін, басымыздың қосылған. Әділ сайлау болмаса, халықпен бірге шығасың ба? Міндетті түрде. Міндетті түрде. Егер сайлау әділетті өтпесе. Қажигелдиннің адам емес пе Қосанов? Қажигелдиннің қасында, ол кісі премьер-министр болып тұрған кезде баспасөз қызметінде істеді. Ал қазір біреудің адамы дегенге, жалпы Қазақстанда Қажигелдиннің адамдары бар дегенге сене қоймаймын. Себебі ол кісі өзі қанша жыл шетелде тұрып жатыр. Және де қазір бұрынғыдай бір тоқтамай жұмыс істеп жатқаны жоқ. Әміржан Қосанов Қажигелдиннің адамы болса, осыған дейінгі сайлауларға ең болмаса депутаттық сайлауға түсу керек еді. Сол жағын кішкене ойланып қойсаңыздар бұндай сұрақтар. Әбіләзов түсіндіргенде, сен халықтың көзін ашпай қайда жүрсің дейді. Дима Омар, черт Ринат дейді. Жақсы, бұндайды да оқып отырайын, мен жазып еңбектеніп жатыр ғой, көңілдер қалып қоймасын. Ринат, митингсіз ештеңе еш жерде өзгермесін, дұрыс айт, халық осылай қалсын демесең дейді. Айтпайын. Себебі мен митингсіз ештеңе өзгермейді деген нәрсеге
әлі де сенбеймін. Менің соңғы үмітім осы сайлау болып отыр. Халықтың бір қазақтың қаны төгілмей аман есен бір өзгеріс жасасақ деген. Қайран қазағым, одан да алладан иманды елбасы бер деп тілейік. Өте жақсы сөз, иә. Бірақ бәрін бір құдайға жауап қойып отыруға тағы да келмейтін секілді. Себебі біздің қазір билікте отырған адамдардың көпшілігі құдайдан қорықпайтындар. Алла Тамғаза құдайдан қорықпағаннан қорық дейді. Әміржан ағаның жалған апайсы дегенмен келісесіз бе? Кеңінен тоқталып кетіңізші. Жоқ, келіспеймін. Әміржан Қосанов жалған апайсы дегенге келіспеймін. Себебі өзінің ойы бар, өзінің айтары бар, сосын қазаққа жаны ашитын адам. Ең болмаса қанша жыл жаңа сіздер айтқан Қажыгелдиннің қасында жүріп басына бір коттедж салып алуға болатын еді, егер оның ойында бір кір, бір пасықтық болатын болса. Ондай болмаған адамға мен сенбеуге хақым жоқ. Жамандаған Айбек ақын жайлы не айтасыз? Онымен айтысқа түсесіз бе? Міндетті түрде түсемін. Иә, біз бұйыртса әлі Айбек Қалиппен бір айтыста бұл тақырып қозғалады, мен оны жақсы білемін. Милиция қысым жасамай ма саған дейді. Не қысым жасайды? Сосын ары кетсе енді ұстап алатын шығар бір жерден. Басқа ештеңе, бірақ милицияда да құдайға шүкір қазақтың жігіттері істейді ғой. Олар да оянатын шығар, олардың да көздері ашық қой, олардың да бала шағасы бар. Олардың қазіргі билікке тек сол айтақтап қойған жаңа ауласындағы ит секілді қызметке болмаса басқа ештеңеге қажеті жоқ. Оның өзіне сайлаудан кейін біраз жұмыстан қысқарады деп жатыр. Тоқаевқа қарсы тұрамын. Домбыра тартып берші. Домбыра жоқ болып тұр қасымда. Кешірім өтінемін. Әміржан Қосанов жайлы толық ақпаратты мен әлі келешекте берем, толық ақпаратты. Бәлкім егер мүмкіншілік болса, мен айтып көрем, ол кісінің каналында ма, менің каналымда ма бірге бәріміз отырып бір сұхбат жүргізерміз. Сол жерде толық білесіздер. Ол осы бір аптаның көлемінде шешілетін болатын шығар. Мұғалімдер 30 реттен дауыс береді, бір мұғалім автобус тасып аралады. Иә, міндетті түрде солай болады, егер біз үндемей қойсақ. Егер сол автобусқа мінген адамның барлығы мал құсап, бас салбырап автобусқа міне беретін болса, кір деген жерге кіре беретін болса, міндетті түрде солай болады. Міндетті түрде сайлау әділетсіз болады. Әрбір адам өзін мынау менің мемлекетім деп ойланбайтын болса, сайлау солай болады. Иә. Әрбір әкімшілікте бір қолдана папка ұстап алғанына мәз болып жүретін көмекші дегендердің бәрі, пысықайлардың бәрі ойланбайтын болса, ертең өздерінің бала шағасының болашағы жайында, онда сайлау әділетсіз болады. Назарбаевтың өзінің адамдары ғой, олар президент болғаны менден Назарбаев басқарады оларды. Кімді айтып отырғаныңызды білмедім. Егер ұлт тағдыры жайлы айтып отырсаңыз, онандамыз қызыл өтірген. Бағдәулет Аманов ол туралы ютубтан қарап шықсайшы, атын іздеп. Міндетті түрде қарап шығамын. Ринат аға, Қосанов үкімет қуыршағы дейді, бұл шын ба? Мен жаңа ғана жауап бердім. Бізге бірлік керек және сенуіміз керек. Әділдіктің жететініне Қосанов мырзаның жеңетініне түспей жатып жеңілдік демеңіздер. Дұрыс айтасыз. Шығыстың адамдары прямой ғой дейді. Қазақтың барлығы сондай болған негізінде. Біздің 28 жылдың ішінде кішкене солай қорқақ қылып жіберді ғой. Ринат аға, Нұр Отан жоқ болады ма енді? Неге жоқ болады? Болатын шығар. Олар да партия, олар да әрекет жасайды. Әділ сайлау болмайды. Біз барсақ әділетсіз сайлауды қолдағанымыз емес пе? Ринат брат айтшы дейді. Жоқ, мен оның өзімен келіспеймін. Себебі сіз ертең сіздің дауысыңыз санамай қойса, сіздің дауысыңыз сол жаққа берілді десе, хақыңыз бар бұлдауға. Неге бұлдамайсыз? Ал бармай қойсаңыз, сіздің атыңыздан дауыс беріп жүру әбден мүмкін. Қосанов халық үшін не істеді дейді. Бұл енді ұзақ әңгіме. Бірақ мен бір нәрсе дейін, қай жағдайда да Әміржан Қосанов бар, Дос Көшім бар, бірталай азаматтар халық жағында болды. Ол Жаңаөзен кезінде де солай болды, Қызылағаш кезінде де солай болды. Кез келген уақытта әйтеуір халық жағында халықтың сөзін сөйледі. Басқаша бірдеңе істейтін қазақ үшін мүмкіншілігі де болған жоқ. Онлайн сайлау жүргізсін, параллельно осы жайлы айтайық дейді. Бұл да жақсы екен. Мен батысқа сәлем. Қазақстанда тыныштық болса екен, кім болса да халықтың тыныштығын ойласа екен. Қосанов ұтпайды, максимум екінші турға Тоқаевпен шығады. Да Тоқаев отырып дарияға кейін отырады дейді. Эдвард Сноуден мырза, сіз орталық сайлау комитетінің басшысы ғой деймін. Қытайдың заңын алып келу керек бізге дейді. Осы Қытай деген сөзден қашайықшы, өзімді қатты қорқамын бұл Қытай деген сөзден.
Қытайдың ештеңесін әкелмей ақ қояйықшы шамамыз келсе. Жемқорлықты құрту үшін өзіміз пара бермейік. Өте дұрыс айтасыз. Бірақ қазір бір жерге пара бермесең, ашық түрде сен мәжбүрлейді соған. Нақтылы сенен пара сұрамаса да, бүйтіп беруіңіз керек, сөйтіп беруіңіз керек деп әйтеуір өзінің пайдасына бірдеңе алып қалуға тырысады. Себебі қоғам сондай. Қылып бүкіл бәрі сатылап қойған бәр жерде. Бала туғаннан бері пара бересің, сол үйленгенге дейін пара бересің, өлгенде де жерді көмгенде бір мына жерге көмейінше, мына жерде әкесі жатыр еді бұның десең, сол жерге пара беріп, сол жерді сатып алу керексің. Сосын ақшпен бірігу керек. Ақштың қазір ақштан келетін бізге аса керемет бір жақсылық жоқ. Барлықтарыңыз үмітсізсіздер. Ол жаман нәрсе. Тілектеріңіздің барлығын оқып отырмын. Көп рахмет. Халықпен шықсай бір көшеге дейді Қасым Қайсен. Осындай адамдармен жолыққым келеді мен. Бәлкім енді келесі эфиріміз бұйыртса осы келесі апталарда бір эфирге осылай шықсаңшы, сен сөйтсеңші, сен жа 200-сің деген адамдар шынымен қазаққа жандарыңыз ашитын адамдар болса, өзіміз бір отырып жиналып, журналистер шақырып отырайықшы, айтыңыздаршы өз жеріңізді. Мен ешкімге жала жабудан нақақты аулақпын, сондықтан қорқыныш жоқ. Бірақ енді сіздердің айтып отқан нәрселеріңіз енді ДВК-ға қосылыңдар. ДВК деген партия қазір жоқ біздің Қазақстанда. Қайтып қосыласың, не тіркелмейді. Қызық емес болып кетті ғой дейді. Жақсы. Милиция бәрін оқып шықтым ғой деймін шама келгенше. Енді еленбей қалған болса, оны да айып етпейсіздер. Срочно дегенді қарайыншы. Рәке, сіздің ойынша Қосанов мырза кредит жайлы қандай шара қабылдауға дайын? Ол жайлы сұрадым мен. Кредит жайында. Енді қазір арық сөйлеп семіз шығарайық, бірақ шешуге болатын мәселе екен оны. Қазір билік көп жерде бізді алдап отыр екен. Сондықтан енді ол сайлау бағдарламасында нақтылы халықпен кездесулер болған кезде айтылатын әңгімелер ғой. Оны бұйыртса, бірақ өзімде қуанып отырған барша қазақ қуанатын шығар деймін. Кредиттің шешілетін жолы бар екен. Жаңа Арменияда шешілді ғой. Сол бағытта. Сондықтан жасыратын жоқ, қазір бүкіл қазақтың арманы, Қазақстанның арманы осы кредиттен құтылсақ екен, ең болмаса тұрып жатқан үйіміз өзіміздікі осы екен. Өліп қалсақ бала шағамыз далада қалмаса екен деген ой ғой бәрінікі. Сондықтан іштеріңізде менде бар мына ағайындар. Ешқандай бір мені 200-сің сатқансың деп айтатын адамдарға айтайын деп отырмын. Келіп көріңіздер, егер мен биліктің адамы болатын болсам, нем бар бүйтіп. Маған пайдалырақ еді. Нұр Отанға жұмыс істеу, ертең айтыстар жасағалы жатыр. Кеше біздің айтыскер ақындар мен жыр термешілер одағының барлығы Тоқаевты қолдады. Менен басқасы. Қолын көтеріп. Олардың да өздерінің хақысы бар. Менің де өзімнің хақым бар, өзім ойымды айтуға. Бірақ негізсіз жаңағыдай адамға жала жаппаңыздар, шамаларыңыз келсе. Биліктің адамысың, анау-мынау деген өте Ринат, сен Назарбаевтың адамысың, міне тағы да осыны. Осы адамдарға айтарым. Ең болмаса, Ринат, міне сен Назарбаевтың адамы екенің дәлелі мынау деп айтыңыздаршы. Мен сізге уәде беремін. Не істе десеңіз, соны істеймін. Егер солай болса шынымен. Бір дәлелін тауып беріңізші, бір кішкентай дәлелін болсын. Ең болмаса жанама болсын. Ал нақақтан нақақ адамға жала жаба беру ол негізінде қылмыс. Сізбен қалай кездесуге болады деген сұрақ. Біз өңірлерде кездесу өткіземіз. Осы сайлауда бұйыртса міне мамыр айының 8-нен 10-нан бастап басталады науқан. Негіз 8 болу керек. Оны билік қазір заң шығара береді ғой. Оны дейм екен. Неғұрлым аз уақыт беру керек қой бізге дайындалуға, сіздермен сұхбаттасуға, ақылдасуға, кеңесуге. Сондықтан енді сайлау бағдарламасы жайлы сол келесі апта кеңінен айтарымыз.
негізгі енді бүкіл халық қайда кеттің, неге жоқ болып кеттің, анда жоқсың, мында жоқсың деген сұрақтар көбейгеннен кейін бүгінгі эфирде ойластырдық. Оқсаш деген ренішті сообщениялар көп болып кетті соған қарағанда. Қызылордаға қашан дейді, білмеймін әлі. Дәлел Серікжан туралы еш нәрсе айтпағаныңыз дейді. Мен бағанадан не айтып жатырмын? Айтылмаған үшін жеке репортаждарыңыз сөздеріңіз бар ма? Ойбай, жетеді. Талғат Доштаев қалай жиналуға болады? Оны ақылдасайық. Инстаграм жүргізіп отырған балалар бар, YouTube арнасында ақылдасайық. Барлықтарыңыз ұсыныстарыңызды беріңіздер. Осындай жерге кел, осылай, не болмаса осы жерде бас қосайық дейтін. Енді мен сіздерге өтірік айтпай ақ қояйын, мен сіздерді барлықтарыңыздың бастарыңызды қосатын мүмкіншілігім де жоқ, ондай ғимаратым да жоқ өзі. Бүгін де мұнан өзі бір әрең тауып алды, осы бір тыныш жерде эфирге шығатындай. Далаға қазір шығып кетсең, ойбай митинг жасап жүрсіңдер деп, оның бейберекетін кетіреді. Сондықтан ойланайық енді қай жерде жолығатынымыз деп. Ифтар жақта едіңіз ғой? Иә, мен тамақ іштім ғой. Сіз ұсынып отырған кандидат. Сайлауға бойкот жариялаңыз, нәннің адам болмасаңыз. Арман Қанат мырза, бойкот деген қорқақтың ісі, мен сіздің бетіңізге айтайын. Ол мен мысал ретінде айтайын, егер мен айтысқа шығып, мен Айбек Қалиевті жеңіп кетемін, бірақ жюрилермен құлатып тастайды деп айтыспай қойсам, сол ерлік па сол? Сондықтан ол қорқақ адамның тірлігі, бойкот жариялап, мен інді отырып батыр болу деген. Мен ешкімге тілімді тигізгім келмейді, бірақ ЖСДП болсын, қайсысы болсын, қазір ала қойды бөле қырыққан жүнге жарамайды дейді. Қазір бірігетін уақыт, бір жеңінен қол, бір жағадан бас шығаратын. Өтті ма, қосан тіркелді ма, енді дауласатын ештеңе жоқ. Шынымен ұлтына жан ашса, шынымен өздері ғана билікке келгісі келмесе, шынымен осы режимге қарсы болса, келсін, біріксін, ешкімді кеудеден итеріп жатқан жоқ қой. Ешкім. Керісінше өзінше, жоқ, біз мына жақты қолдамаймыз, мынаны бүйтеміз, жоқ, біз бойкот жариялаймыз. Ол не бойкот ол сонда, не ерлік ол? Соғысқа қатыспаймын, бәрібір өлем ғой деген секілді. Сондықтан бойкот деген нәрсені маған бір уәж қылып айтпай ақ қойыңыздар. Бойкот жарияламаймын, қорықпаймын. Бойкот жариялайтындай не мен? Сендер білгендеріңді істей беріңдер, қазақ өлсе өле берсін. Мен бойкот сендерге қарсымын деп отырайын ба бір жерде? Керісінше мен олай істей алмаймын. Баратын жерімізге дейін барамыз. Сондықтан сіздерден тек қана өтінерім, әйтеуір бейжай қарамаңыздар. Жаңағыдай ойбай мынандай болады, өздері білгенін істейді, біз отыра берейік, біз сізде сайлау болады ғой деген әңгімеден аулақ болыңыздар. Бұл міне осы сынға түсетін сәт. Иә, бұған дейін билік деген істеп келді. Неге істеп келді? Не басымыз біріккен жоқ. Одан кейін жаңағы тұңғыш президент болғаннан кейін оның да жаңағы істеген жақсылықтары бар, оны да жасыратын жоқ. Әрине қастандығы көп. Бірақ уәж қылып қояды ғой, ананы сөйтті, мынаны бүйтті, кезінде бүйттіңдер, кезінде сөйттіңдер едіңдер, кезінде мынандай едіңдер деп жаңағы жиындарда өздерін мақтағанда керемет айтады ғой сондай нәрселер. Сондықтан қазір енді бір-ақ нәрсе айтатын. Осы сайлауға бейжай қарасақ, ағайындар, онда тағы осылай бұдан да жаман 30 жыл өмір сүруге дайындала беріңіздер. Өйткені басқа ешқандай перспектива көріп тұрған жоқпын бұл биліктен. 28 жылдың ішінде осы қазіргі билік бір ауыз толтырып айтатындай бір жетістік әкелген жоқ Қазақстанға. Сондықтан қазір не қылды? Біз бәріміз мал секілдіміз. Ең болмаса бір қаланың атын өзгертсе де санаспайды, жерді сатса да санаспайды, халықпен сайлау өткізсе де санаспайды. Онда бәріміздің құлағымыз сырғалап, түгендеп қойсын да далаға жайып жүрсін, андасында бір қайырып отырсын. Малдан қай жерімізге өйтіп істей беретін болса. Егер біздің балаларымыз білімі жетіп тұрып, түсіп тұрған оқуын ақшасыз оқи алмайтын болса, егер біздің кәртиген кемпір шалдарымыз бойынан әлі қуаты кеткенде барып емделе алмайтын болса, бір тиын ақша бермейді. Біздің жаңа туып жатқан балаларымызды тастап кетіп жатқан ата-анасын жарайды, оны тәрбиелей алмадық, балаларды шетелге сатпай, аман есен қылып, ауру сырқау қылмай, солардың детдомдағы нанын ұрламай өсіре алмайтын болса,
не жетістікке жеттік деп айта алады қазіргі кезде. Сондықтан бұл жерде біреудің былай емес, менің өзімнің пікірім, таза қазіргі биліктен жалыққан адам болатын болса, осы биліктен жоқ, мен бұл режимнен құтыламын, мен басқаша өмір сүріп көрейін дейтін адам болса, онда ол осы жақты қолдайды деп ойлаймын, өз басым. Ешкімде ешқайда үгіттемеймін, ешкімге былай болсын демеймін, тек өз пікірімді ғана айтып отырмын. Барлықтарыңызға көп рахмет, өстіп қолдап отырғандарыңызға. Сұрақтарыңызды оқи алмаған адамдардың алдына зерлеп кешірім сұраймын. Кешіріңіздер, мен енді жаңа да айттым, мен көбінің бүйтіп мына техниканы қатты пайдалана алмағаннан кейін кешірім сұраймын. Басқасыны жайында келесі эфирлерде кеңінен әңгімелесе жатармыз. Ең бастысы, сіздердің алдарыңызда бір бетімді көрсетіп алайын, бір суыр құсамайын тығылып жатқан деп, өзімнің ойымды айтуға ғана шыққан мақсатым еді. Және өзімнің пікірімді білдіруге. Қолдағандарыңызға көп рахмет. Айтып жатқан тілектеріңіздің барлықтарын оқып жатырмын. Өздеріңізге де дәл соны тілеймін. Жаман жазып жатқандарды емес, жақсы жазып жатқандарды айтып жатырмын. Жаман жазып жатқандарға сіздерге ондай нәрсе тілемеймін. Сіздерге де жақсылық тілеймін. Аман жүріңіздер. Себебі қазір біз өзара қырқысып тырқысатын уақыт емес. Онсыз да өз арандатушылар көп болады. Бұл желінің ішінде де, ертең сайлау кезінде де, көрдіңіздер ғой, Астанада азаттық түсіріп жүрген кезде бір арсыз жастар жүрді ғой. Жақсылық түсірейік деп. Тәрбие көрмеген. Сондай болмасын, сондай ойда қалмасын деген мақсатта. Сондықтан әрқайсыңыздың өздеріңіздің таңдауыңыз бар. Әрқайсыларыңыздың хақыларыңыз бар дауыс беруге. Кімге дауыс берсеңіздер де өздеріңіз білесіздер. Бірақ менің ойым осы, өзімнің жеке ойым. Бөліскілеріңіз келсе, қолдайтындарыңыз қолдаңыздар, қолдамайтындарыңыз ол сіздерді де түсінемін. Әркімнің өзінің жаңағы шындықтан қаша алмайсың деген бір не жоқ. Негізі мен келісе қоймаймын. Себебі әркімнің өзінің шындығы бар. Шынтуайтына келгенде от правды не убежишь емес, от истины не убежишь болу керек шығар. Ақиқаттан қашып құтыла алмайсың. Ақиқат біреу ғой. Ақиқаты сол, қазақтың тізеден тұрып адам құсап өмір сүретін кезі келді. Қазақтың балалары дұрыстап оқып, қазақтың тілі бір биікке шығып, қазақ ұлтының көрінген Қытайдан бұғып, тығылып, қыздарын қойнына сап беретін заманды өткізетін кез келді ағайын. Менің пікірім сол. Барлықтарыңызға амандық тілеймін, барлықтарыңызды жақсы көремін. Барлықтарыңызбен біргемін, іштей аман жүріңіздер.